Яғни бір әйел күйеуінің үйінен бір қоқыс, бір шаң шығарса, Алла тағала оған бір сауап жазады, бір күнәсін кешіреді, жәннатта бір дәрежесін көтереді дейді. Яғни күні бойы үйін тазалап отырған әйелдер қандай сауаптарға кенеліп жатыр. Күні бойы сериалмен өткізіп жатқан әйелдер қандай өкінішке батып жатыр. Жұмысына да барып, үйіне келіп тазалығына да үлгеріп, бала шағасына, күйеуіне тамақ та жасап, барлығына үлгеріп жүрген әйелдерге Алланың рахымшылығы, берекеті болсын дейміз. Ондай әйеліңіз болса, отырып алып тек қана шүкір айта беріңіз. Яғни бір әйел үйінен бір қоқыс шығарса, үйін бір шаңын сүртсе, бір сауап, бір күнәсі жәннатта бір дәрежесі көтеріледі дейді. Субханалла. Мынау үйдің берекет, үйде ұрыс жанжалдың болуы, үйде берекеттің болмауы, үйдің таза болмауына байланысты, үйде қоқыстың жиналып тұруына байланысты. Мынау тамақ дастархан үстінде тамақ тұрады, ұзақ уақыт тамақтың беті ашық қалуына байланысты, ыдыс аяқтар жуылмай тұра беруіне байланысты, душ пен туалеттің таза болмауына байланысты, қадірмен жамағат. Айналып кеп сиқырға барлығын байлай бермейік.